Сәлем достар, бүгін біз пирожки картошкамен дайындайтын боламыз. Қуырылған өте дәмді, әрі жұмсақ болып піседі. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен бізге жылы су қажет болады. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Ыстық немесе салқын болмау керек. Әйтпесе қамыр көтерілмей қалады. Жылы суға сұйық май, тұз, дрожь және кішкене мен майонез қостым. Майонез қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алдық. Араластырып болғаннан кейін ситадан оны осылай өткізе отырып қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты немесе жұмсақ болмау керек. Орташа етіп қамырды илеп шығамыз. Міне, бетін жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз қамыр көтерілгенше. Ендігі кезекте картошкамызды дайындайтын боламыз. Картошкамызды ашып, бір келкі етіп турап ыдысқа саламыз. Және бір тал пиязды алып, майда етіп, төртбұрышты етіп турап аламыз. Картошкаға салқын су құйып, астын қосып, пісіріп аламыз қайнатып. Және картошкаға тұз саламыз дәміне қарай. Картошка пісіп қалған кезде, пісуге жақын қалған кезде, сковородкаға сұйық май құйып, пиязымызды салып, жақсылап пісіріп аламыз. Және пиязға да дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Пиязды жақсылап қуырып аламыз сарғайғанша. Сұйық май аз болып қалды, кішкене сұйық май құйдым. Осылай пиязымызды жақсылап пісіріп аламыз сарғайғанша. Және картошкамызды, пиязымызды да осылай алдын ала пісіріп, орташа суытып аламыз. Міне, пиязымыз дайын. Картошкамыздың астын өшіріп, суын төгіп, жылы ғып етіп аламыз. Міне, картошкаға пиязды салып, еземіз. Бір келкі етіп, пюре сияқты. Және бөлек ыдысқа салып, дайындап алдым. Достар, менің каналым ұнап жатса, сіздерге лайк, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Алда жаңадан шығатын видеоларды көре аласыздар. Қамырым өте әдемі көтерілді. Енді бір ыдысқа сұйық май құйып алдым. Қолымды осылай майлай отыра, қамырды ортасына жинадым. Және көз мөлшермен мен осылай қамырды домалақ етіп бөліп шықтым. Сіздер таразыға салып өлшеп, бірдей етіп өлшеп салсаңыздар болады. Осылай алсаңыздар. Бетін жауып 5-10 минутқа қойдым. Одан кейін ұнға аунатып, қамырымызды жаямыз. Домалақ етіп жайып алғаннан кейін ортасына картошканы салып, пирожкидің формасын жасаймыз осылай. Барлық қамырды осылай картошка салып, пирожкидің формасы етіп жасап, осылай қойып қоямыз. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз көтеру үшін қамырымызды, пирожкиді. Барлығын осылай жасап болып, қамырымыз демалғаннан кейін, бетін осылай жауып болғаннан кейін, мен алдын ала сковородкаға сұйық май құйып, астын жай отқа қойып, қосып қойдым. Мына пирожкиімізді осылай алып, бетін жауып, 5-10 минут демалдырамыз. Сковородкамыз қызғаннан кейін орташа отта осылай пирожкиді саламыз. Міндетті түрде орташа отта пісіреміз. Қатты отта пісіретін болсақ, тек қана беті қызарып, ортасы іші піспей қалады. Сол үшін орташа отта ары-бері осылай ауната отырып, бір келкі етіп, беті сарғайғанша осылай жақсылап пісіріп аламыз. Осылай сарғайғаннан кейін осылай алып, келесін салып,
пісіріп аламыз асықпай. Вилканың көмегімен ары-бері ауната отырып, мен біркелкі етіп барлық пирожкиді осылай пісіріп шықтым. Сіздерде осылай пісірсеңіздер болады. Барлық пирожкиді осылай пісіріп алғаннан кейін мен пирожкиімізді бөлек тарелкаға салып шаймен бірге бердім. Міне салып қойдым. Өте әдемі жұп-жұмсақ болып пісті. Ас болсын, дайындап көріңіздер.